Сәлем бердік, құрметті аналар. Мен Толқын Тұрарбек қызы, 6 баланың анасымын. Менің үлкен қызым Каусар ДЦП диагнозымен өмір сүруде. Және ол бір әлсіздік емес, керісінше өмірді терең сезінуге, шынайы сүюге және де сенуді үйретті десем болады. Сондықтан біз отбасымызбен бірге Каусар қайырымдылық қорын құрдық. Бұл қор барлық ерекше балалары бар отбасыларға қолдау көрсету үшін, біліміміз бен тәжірибемізді бөлісу үшін ашылды. Ертеңнен бастап төрем үлкен гастрольдік турға шығады, және де сіздермен кездесіп сырласу үшін мен де төреммен бірге осы сапарға баруға ниеттеніп жатырмын. Бұл қор ең бастысы сөзбен емес, іспен өмір сүреді. Сондықтан да сатылған билеттердің 10% Каусар қорының есебіне аударылады. Қордың қамқоршылық кеңесінің төрағасы елімізге белгілі импрессарио, продюсер Жан Мұқанов. Ол рух пен ізгілікті терең түсінетін адам. Барлық аналарды телеграмдағы Каусар аналар клубына және WhatsApp чатына қосылуға шақырамын. Баршаңызға сәлем берді, құрметті менің оқырмандарым. Мені біраз уақыттан бері жоғалтып алғандарыңызды білемін, және де бүгін біраз жаңалықтармен қайта оралғанымды қуанышпен хабарлағым келіп отыр. Құрметті оқырмандар, жалпы біздің отбасымыз үшін бүгін өте айтулы күн. Ең бірінші ол төремнің туған күні. Баршаңыздың құттықтауларыңызды қуана-қуана қарсы алуға дайынбыз, және де тағы басқа жаңалықтарды бүгінгі кештің аясында бөлісетін боламын. Баршаңызға тағы да парақшама қайтадан қош келдіңіздер. Hoş gelipsizler. Бердік, құрметті аналар. Толқын ханым, естелікке, суретке түсіп бірінші мәжелге қарайық. Так, достар, қазір бар назарыңызда болсын, ортаны ашайық, фотографтар қалсын, өтініш. Ролекс мияқтаген. Ролекс, мына жақта Ролекс көрсетіп достар. Кішкене бұрын тұраңыз бүйтіп. О, міне.